Дубайға барған кезде парашюттан секірдік. Өмірімде бірінші рет. Көп адамның арманы шығар негізі парашюттан секіру деген. Менде де сол арман болды да. Еще Алмат деген досымыз бар. Оны қинап тұрып апарғансың ғой, кетіп бірге секіреміз деп. Бардық. Дайындықтар болды. 1,5 сағаттай күттік қой ұшуымызды. Инструкция болды. Сосын балконға шығып қарап тұрдық, қалай ұшып секіріп жатқандарын. Кәдімгідей жүрек деген дүкілдеп тұр. Қорқынышты болды. Әсіресе когда уже саған арқаңа парашютты кигізіп самолетқа міндік. Сол жерде қатты қорқыныш болды. Самолет көтерілген кезде, бірақ прыжок болған кезде қорқыныш кетіп қалды. Вообще ол жерде енді айта алмай эмоция, рахат, керемет болды да. Свободный полет болды. 1 минуттай парашют ашпайды, просто секіресіз. Мен ойладым, қорқам деп, қорқынышты болатын шығар деп. Жоқ, қорқынышты емес, ол вообще рахат болды. Бірақ әркімде әрқалай дейді. Бірақ маған ұнады. Ол жерде, короче, не бір трюктер жасайсың, ауада келіп жатсың, білесің ғой, примерно сен парашют ашады, өліп қалмайтын дейді. Сосын былай айналдық, трюктер жасап, кейін барып парашют ашылды. Мощно, обязательно барып көру керек. Өмірде бәрі нәрсені көру керек. Именно сол парашют ол үлкен эмоция екен да. Көп адамға советую только.